Саған тек бір зат қана өмірінің жақсы болуына кедергі. Өмір ол өте қысқа нәрсе, бір кезде бай болып, екінші күні кедей бола қалатын нәрсе. Или наоборот. Мен бүгін толықтай өмір жайлы сөз қозғайтын боламын. Менің мақсаттарым, армандарым жайлы саған айтатын болам. Ендеше, видеоны соңына дейін көріп, өзің лайкыңды басып, каналға тіркеліп қойды ұмытпа. Сені бір зат құртады. Ол еріншектік. Ол не деген сөз? Кейбіреулер айтатын шығар, что мен еріншек емеспін. Ол маған қарама-қарсы нәрсе деп. Бірақ та еріншектік ол барлығымызда болатын адами қасиет. Бұл жаман әдетті жою оңай емес, түсінемін. Бірақ оны жою үшін еңбек етуіміз керек. Естідіңдер ме? Бірақ оны жою үшін еңбек ету керек деген сөйлемді. Ол қалай деп көбісі түсінбеуі мүмкін. Бірақ та өз жалқаулығыңды жою үшін тек жұмыс істеу ғана керек екен. Менің мақсатым ол Москваға кетіп, сол Москваны бағындыру. Бірақ та мен каждый день видео түсіріп, өзімді жетілдіріп жатырмын. Пока что менде күшті камера жоқ, бірақ та мен оған жететініме 100% сенімдімін. Өйткені қазір мен сол өзімнің армандарыма кішкене болсын жұмыс істеп жатырмын. Ана жолы бір цитатаны көріп қалған болатынмын. Если оны табатын болсам, то мен оны мына жаққа қалдырып кететін болам. Бұл жерде аз қадамдар сені арманына тез көтереді деген цитатаны көрген болатынмын. Бәрін аздан бастау керек, сонда ғана сен көпке жете аласың. Ол суретте екі адам берілген. Біреуінің қадамы, яғни біреудің лестницадағы қадам саны 10-ақ, ал екіншісінікі өте көп. Бұл нені білдіреді? Егер біз еріншектігімізді тастамасақ, то осы ана адам сияқты 10-ақ қадам арқылы біз жүретін боламыз. Ал егер де біз сол еріншектікті тастап, біз жұмыс істейтін болсақ, то каждый день жұмыс істейтін болсақ, то бізде еріншектік кетеді. Ол еріншектік егер біздің қанымызда болса, то біздің жол өте ұзақ болып кетеді. Және де сол жолдың ішінде біз еріншектікті жоюды үйренетін боламыз. Бірақ та ол да дұрыс болса, но ең тезі ол еріншекті ең басына тастау. Егер біз еріншектігімізді тастап көп жұмыс істейтін болсақ, то біз өз арманымызға жетеміз. Бәрін қазір істеу керек. Do it now.